Великая Отечественная война завершилась нашей победой. Германия полностью разгромлена. Бұл соғыс елесі ұмыта алмай келесі жеңісті күнмен жетелі жылдардың әрбір белесі өткінші мынау шалғанда. Құрметті оқушылар, міне биыл Ұлы Отан соғысының жеңісіне 80 жыл толғалы отыр. Соған байланысты біздің өткізетін тақырыбымыз майданнан келген хаттар. Мына бір хатты қарасақ, қыздар, майданнан кез келген қағазға алып жаза берген. Осылай үш бүктейді екен. Содан кейін цензура дейді, военный цензура дейді. Ол кезде хаттың ішінде не жаздыңыз, майданнан болсын, Зайсаннан болсын, кеткен хат тексеріледі. 3 печат соғылады. Енді мына хаттың иесі қазіргі Жарсу ауылының тумасы Қанаш Сүлейменов деген ағамыз. Алғыр болған, 1 класстан 2 классқа, 2 класстан 4 классқа аттап оқыған, 17 жасында бітіріп, мұғалімдер курсын өтіп, ойлап қарасаңыз қызық, сауатсыздықты жою үшін кешке жақын колхозшыларға сабақ берген. Сол сабақ бергеннің ішінде өзінің оқушысы ретінде, анасы оқушы ретінде отырған. Содан 42-ші жылы майданға аттанады. Қазіргі Тараз қаласында барлаушылар мектебінен дайындықтан өтіп, содан майданға кетеді. Сол майданда жүргенде бастан аяқ анасына, сосын Камал, Жамал деген қарындастарына хат жазып тұрған. Соның нағашылары өзінің туған туысқандарына жазған, соның ішінде әсіресе Шағиевтер деген. Тағы бір қызық жайты, ішінде Жарсудың Мықаев Файзолда деген кісі екеуі бір рота, бір дивизия, бірақ взводтары бөлек болған. Сол міне ұстап көрсеңіздер болады, осы хат майданнан келген хаттың оригиналы. Сол оқ пен оқтың ортасында жүріп, жаңағы майдандағы сол отан соғысының бір бөлігі ретінде өздерінің сезімдеріңізге болады. Сонда бұл не жазады? Қанаш ағамыз жазады. Тамағымыз тоқ, киіміміз көк, бірақ та дейді, апамның сүзбесін, құртын, асын сағындым деп жазады анда-санда. Содан кейін бір нағашылары кішкентай балалар қайтыс болғанда, сонда өлеңмен жазған. Сонда бұл сөзі ақын жанды кісі болған екен. Енді ең соңғы қаты, ең соңғысының алды қаты 1945 жылы қаңтар айында Берлинге 30 шақырым қалдық деп жазады, қысқа ғана. Енді соңғы қаты ақпан айында келеді. Сонда Одер өзені үшін шайқасып жатырмыз дейді. Сол Одер өзенінің үшін шайқаста немістердің минасына түсіп, жарылып, соға жеңіске 23 жыл қалғанда қайтыс болған екен. Өткінші мынау шалғанда, самайды қырау шалғанда, жыл өткен сайын майдангер, қатарын сиреп қалғанда.